Gülnaz qayağında оқыдыңыз? 90'da okudum, 90. 90 шағында оқыдыңыз, е? Август'те okudum ғой. Августте оқыдыңыз. Енеңізді кішкене бетін бері қараттыңыз, е? Қауіп қатерден сақтадыңыз, дұрыс па? Енді папаңызға не болып еді кеше? Папасының әкесінің іші қатқан жүрмейді. Иә. Одан асқа жарым деп келіп қазір 7-8 күн болды. Кеше сіздің айтқаннан кейін бәрі бір рахаттанып қалды. Айтқан бірге бір орындады. Орындайын ғой, бұл қыздың айтқан орындамасы болмайды ғой. Жақсы оқып қалдыңыз ба? Ішіңіз жүрді ма? Жақсы, мынандай. Рахмет сіздерге. Рахмет. Неше күн жүрмей қалып еді? Ой, бір 2 айдай болған жүрмейді. Ой ба, ішіңіз сөйтіп кеуіп кеткен. Ара арасында жүрмей қалып жүрген. Сол осы қыздың үйіне келіп, осы жерде жатып емделіп алып. Жүрек жақсы. Бәрі жақсы. Соны мен қызым айтып алдым. Ана апайға рахмет айтып қоям. Жақсы. Рахмет, сізге рахмет. Қуатыңыз кетіп қалған ғой, көке? Сондай ма? Адам жасы ұлғайғанда адам күш қуаты кетіп қалады ғой. Күш қуатты үнемде ұстаңыз. Рахмет сіздерге. Ұйқының шипасын бере берсін. Құдай сізге ұзақ ғұмыр берсін. Амин. Осындай біз сияқты қарияларға шипасы тие берсін. Амин. Гүлназ, сіз папаңыздың ауырғанын қайдан білдіңіз? Ауырып келді ғой үйге. Өзім келдім ғой. Сіздің ем оққаныңызды біледі ғой папаңыз, е? Иә, біледі. Мен өзім шығарып қалған ғой, басында жүріп қой. Папам өзі өткенде ауырып жүрді да осылай. Мен онша мән бермеді, мен еміме мән бермеді да Сарыағашқа кетіп қалды. Ана іші жүрмеген екен, жүргізіп келем, тазалап келем деп ойлады ғой. Иә. Мен айтам да, оның пайдасы болмайды ғой, деп атым уақытша ғой оның бәрін. Иә. Сонымен өзі қиналғаннан кейін маған келді. Иә. Енді бүгін бір 5-6 күн ба сондай ғой. Иә. Іші жүріп бастады. Қайда жеңіл болып қалды. Жеңіл болып қалды, жақсы болып қалды. Әрине. Тәбеті жақсы ма? Жақсы. Кеспе көже істеп бердім, ыстық қылып, күріш жегізіп жатырмыз. Дұрыс. Имбир каша, имбир шай үзіліп жатқан жоқ. Ой, мал. Кешке ерте ұйықтаңыз деп зорға ұйықтатып жатырмыз. Телефонды 12 шыққылап үйрем саған. Мәссаған. Қай қаладан хабарласып тұрсыз, Гүлназ? Шымкент. 87 шағым, е? 90 шағым. Жақсы болды. Ем болсын, ауырмаңыздар. Иә, соған сізге айтып қояйыншы дедім. Дұрыс, иә. Кеше жазып жүрді ғой. Шошып кеттіңіз ғой. Папам іші кеуіп тұр, не істеймін деп. Қатты кеуіп тұр. Не ап клизманы ұмытып қалғасың? Не ап клизма жасауды ұмытып қалғасың? Есіңде болмаған. Мен ойыма келмеген ғой. Сіз айтқан екен бірақ ойыма келді ғой. Не? 1 жасағанда, 3 жасағанда шыққан жоқ, е? Шықпады. Сосын шынтақпен массаж жасадың ішіне? Ішіне шынтақпен массаж жасадық. Одан да кішкентай балама жасатып қойдым. Артында тұрған кішкентай бала жасатып. Содан іші жүрді, е? Соны атасы мақтап отыр қазір, сен шынтағың емдедің мені деп. Молодец. Жақсы болды. Жарайды, жақсы. Ауырмаңыздар, жақсы. Сабақ бастап жібердіңіз бе? Бүгін 92 шағымда оқып жатырмыз. Жақсы, Гүлназ. Мен видеоға түсіріп алдым. Постқа сақ қоям, е? Жақсы, аман бола ғой.